Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 36-шы сабағы 2-3 сандарын қосу және азайту тақырыбы. Бірінші тапсырма. Берілген сандарды бос орындарға қой. Есепте. Балалар, төменде бізге 5, 6, 8 сандар берілген екен. Енді осы жерде біз бос ұяшықтарға осы 5, 6, 8 сандарын қойып есептеп шығамыз. 5 пен 2-ның қосындысы 7-ге тең. 5-ке 1-ді қосып, одан соң тағы да 1-ді қоссақ, бізде 7 шығады қосындының мәні. Келесі 5-тен 2-ні азайтқан кезде 3 болады. 5-тен 1-ді және тағы 1-ді азайтсақ, бізде 3 болады. Келесі бос ұяшыққа біз 6 санын қоямыз. 6 мен 2-ның қосындысы 8-ге тең. 6-ға 1-ді қосып, тағы да 1 қосатын болсақ, бізде 8-ге тең болады. Өйткені 2 санның құрамы бізде 1 және 1 саннан құралады. 6-дан 2-ні азайтсақ, 4 болады. 6-дан 1-ді азайтып, сонан соң тағы да 1 азайтсақ, бізде айырманың мәні 4-ке тең болады. Келесі бос ұяшыққа біз 8 санын қоямыз. 8 бен 2 санның қосындысы 10-ға тең. 8-ге 1-ді қосып, сонан соң тағы да 1-ді қоссақ, бізде қосындының мәні 10-ға тең болады. 8 бен 2-ның айырмасы 6-ға тең. 8-ден 1 азайтып, одан соң тағы да 1 азайтсақ, бізде айырманың мәні 6-ға тең болады. Келесі балалар, бізге 4, 5 және 7 сандар берілген екен. Енді бос ұяшықтарға осы 4, 5, 7 сандарын қойып есептеп шығарайық. Бізде бірінші 4 саны берілгендіктен бос ұяшыққа 4 санын қойып есептейміз. 4 пен 3-ның қосындысы 7-ге тең. Енді балалар, біз 3 санның құрамын білеміз, ол 2 және 1 сандары, 1 мен 2 сандарынан тұрады екен. Енді келесі 4-ке 2-ні қосып, одан соң 1-ді қоссақ, 4-ке 2 қосқанда 6, 6-ға 1 қосқанда 7 болады. Келесі 4-ке 1-ді қосамыз, одан соң 2-ні қосамыз, 4-ке 1 қосқанда 5, 5-ке 2-ні қосқан кезде қосындының мәні 7-ге тең болады. Енді 4 пен 3-тің айырмасы 1-ге тең. 4-тен 2-ні азайтып, одан соң 1-ді азайтқанда бізде айырманың мәні 1-ге тең болады. 4-тен 1-ді азайтқан кезде 3, 3-тен 2-ні азайтқан кезде 1 болады. Келесі 5 пен 3-ның қосындысы 8-ге тең. 5-ге 2-ні қоссақ 7, 7-ге 1-ді қоссақ, қосындының мәні 8-ге тең болады. 5-ке 1-ді қосып, одан соң оған 2 қоссақ, бізде қосындының мәні 8-ге тең болады. 5 пен 3-тің айырмасы 2, 5-тен 2-ні азайтқан кезде 3, 3-тен 1-ді азайтқан кезде айырманың мәні 2 болады. 5-тен 1-ді азайтқан кезде 4, 4-тен 2-ні азайтқан кезде айырманың мәні 2-ге тең болады. Келесі бос ұяшыққа біз 7 санын қойып есептейміз. 7 мен 3 санның қосындысы 10-ға тең. 7-ге 2-ні қоссақ 9, 9-ға 1-ді қосқанда қосындының мәні 10-ға тең болады. 7-ге 1-ді қоссақ 8, 8 бен 2 санның қосындысы 10-ға тең. Енді балалар, 7-ден 3-ді азайтқан кезде айырманың мәні 4 болады. 7-ден 2-ні азайтсақ 5, 5-тен 1-ді азайтқан кезде айырманың мәні 4-ке тең болады. 7-ден 1-ді азайтқан кезде 6, 6-дан 2-ні азайтқан кезде айырманың мәні 4-ке тең болады. Жұптық жұмыс. Келесі екінші тапсырма, мысалдар құрастыр және жаз. Бірінші сөреге тағы 2 қызыл кесе, екінші сөреге 3 көк кесе қой. Әр сөреде неше кеседен болды? Балалар, әуелі сөредегі кеселерді санап алайық. Бірінші сөредегі бізде кеселердің саны 6, бізде 6 қызыл кесе тұр. Ал екінші сөреде бізде 5 көк кесе тұр. Енді осы бірінші сөредегі 6 қызыл кесеге біз 2 қызыл кесені қосамыз. Сонда 6-ға 2-ні қосқанда бізде қосындының мәні 8-ге тең болады. Келесі екінші сөреде бізде 5 көк кесе тұр. Осыған біз 3 көк кесені қосқанда 5 пен 3-ның қосындысы 8-ге тең болады. Балалар, төмендегі тапсырманы орындайық. Әр сөреден 2 кітаптан ал. Әр сөреден неше кітап қалады? Және тағы да бір тапсырма. Әр сөреден 3 кітаптан ал. Әр сөреден неше кітап қалады? Енді балалар, әуелі біз сөредегі кітаптарды санап шығайық. Бірінші сөреде бізде 10 кітап тұр. Демек, осы 10 кітаптан біз 2 кітапты азайтуымыз керекпіз. Сонда бізде 10 мен 2 санның айырмасы 8-ге тең болады. Келесі екінші сөреде бізде 6 кітап тұр. Осы 6 кітаптан біз 2 кітапты азайтуымыз керекпіз. Сонда 6 мен 2 санның айырмасы 4-ге тең болады. Келесі үшінші сөреде бізде 8 кітап тұр. Осы 8 кітаптен біз 2 кітапты азайтуымыз керекпіз. Сонда 8 мен 2 санның айырмасы 6-ға тең болады. Келесі бізде әр сөреден 3 кітаптан ал дейді. Енді бізде ең бірінші сөреде бізде 10 кітап болды. Осы 10 кітаптан біз 3 кітапты азайтуымыз керекпіз. 10 мен 3 сан
айырмасы 7-ге тең болады. Екінші сөреде бізде 6 кітап тұр. Осы 6 кітаптан біз 3 кітапты азайтамыз. 6 мен 3 санының айырмасы 3-ге тең болады. Келесі үшінші сөреде бізде 8 кітап тұр. Осы 8 кітаптан біз 3 кітапты азайтуымыз керекпіз. 8-ден 3-ті азайтқан кезде айырманың мәні 5-ге тең болады. Келесі өзіндік жұмыс. Үшінші тапсырма. Бос орындарға тиісті сандарды жаз. Балалар, төмендегі суретке назар аударыңдар. Бізде бұл жерде сары шаршы тұр. Бірінші сары шаршыда бізде 5 қара нүкте тұр, яғни ол 5 деген сан. Келесі сары шаршыда бізде 3 қара нүкте тұр, яғни ол 3 деген сан. Енді балалар осы 5 және 3 сандарын қатыстырып, төмендегі тапсырмаларды орындайық. 5 пен 3-дің қосындысы 8-ге тең, 3 пен 5-дің қосындысы 8-ге тең. 8 пен 3-дің айырмасы 5-ге тең, 8 пен 5-дің айырмасы 3-ге тең. Келесі суретті көрейік. Бізде бұл жерде сары шаршының ішінде 4 қара нүкте тұр, яғни ол 4 деген сан. Келесі сары шаршының ішінде бізде 3 қара нүкте тұр, яғни ол 3 деген сан. Енді осы 4 және 3 сандарын қатыстырып, төмендегі мысалдарды шығарайық. 4 пен 3 санның қосындысы 7-ге тең. 3 пен 4 санның қосындысы 7-ге тең. 7 мен 3-дің айырмасы 4-ге тең. 7 мен 4-дің айырмасы 3-ге тең. Келесі екі шаршының ішінде бізде 5 және 2 сандары берілген. Енді осы 5 және 2 сандарын қатыстырып, төмендегі тапсырмаларды орындайық. 5 пен 2 санның қосындысы 7-ге тең. 2-ге 5-ті қоссақ, қосындының мәні 7-ге тең болады. 7-ден 5-ті азайтқан кезде айырманың мәні 2-ге тең болады. 7 мен 2-ның айырмасы 5-ге тең болады. Және соңғы шаршыларға назар аударыңдар. Соңғы шаршыларда бізде 4 саны және 2 саны берілген. Енді осыларды қатыстырып, яғни осы 4 және 2 сандарын қатыстырып, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. 4 пен 2 санның қосындысы 6-ға тең. 2 мен 4 санның қосындысы 6-ға тең. 6-дан 4-ті азайтқан кезде 2 болады. 6 мен 2-ның айырмасы 4-ге тең болады. Сен зерттеушісің. Келесі 4-ші тапсырма. Тез есепте. 9 мен 2-ның айырмасы 7, 7 мен 3-дің қосындысы 10, 10 мен 2 санның айырмасы 8-ге тең, 8 мен 1-дің қосындысы 9-ға тең, 9-дан 3-ті азайтқан кезде 6, 6 мен 2 санның қосындысы 8-ге тең болады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Назар салып соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.